Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі аяқталды. Енді алда плей-офф. Плей-оффқа қандай командалар өтті, қандай командалар қосымша ойын өткізеді және кім ұшып кетті. Міне бүгінгі шығарылымызда біз жалпы кезеңге қорытынды жасаймыз. Жеребенің қалай өтетіндігі жайлы түсіндіріп береміз. Ендеше біздің арнаға дәл қазір қосылып, тіркеліп, лайктарыңызды бас отырыңыздар. Достар, Ерспорт арнасындағы барлық шығарылым фондағы достарымыздың көмегімен жүргізілуде. Қазір тіркелу өте оңай, сондықтан да комментарийде бекітілген сілтемеге өтіп, өздеріңізге дайындалған сыйлыққа ие болыңыздар. 8-ші тур ерекше бір тур болды, өйткені 18 матч қатар өтті. 18 ойын бір уақытта басталды, түнгі сағат 1-де флеш-скорда кәдімгі 18 ойын жанып тұрды. Барлығы бір мезетте. Ал мен Манчестер Сити мен Брюгге ойын жүргіздім, өйткені Ман Сити үшін бұл өте маңызды матч болды. Ұтылып қалса, я болмаса тең ойнаса, онда Чемпиондар лигасымен қош айтысады. Чемпиондар лигасының жеңімпазы Холланд, Де Брюйне, Гвардиола осы турнирден ұшып кететін еді. Міне сол шиеленіскен ойынды жүргіздім. Өздеріңіз көрдіңіздер, 3-1 Ман Сити жеңіп, Гвардиоланың командасы Чемпиондар лигасында қалды. Енді толығырақ. Бұл формат бойынша биылғы маусымда 36 команданың алғашқы 8-і бірден плей-офф, яғни 8-ден бір финалға шығады. Олар кімдер? Олар Ливерпуль, Барселона, Арсенал, Интер, Атлетико, Байер, Лиль және Астон Вилла. Осы міне 8 команда бірден плей-оффқа шықты. Соңғы орын алған 12 команда жарыспен қош айтысты. Олар кімдер? Динамо Загреб, Штутгарт, Шахтер Донецк, Болония, Цервена Звезда, Штурм, Спарта Прага, Лейпциг, Жирона, Зальцбург, Слован Братислава және Янг Бойз. Осы 12 команда жарыспен қош айтысты. Енді өздері маусым басынан-ақ түсінікті болған бұлардың жарыстан шығатыны, өйткені Лига Европаның командалары 36 командаға Лига Чемпионы көбейгеннен кейін енді бұл командалар мүмкіндік алды. Сөйтіп бұларға біз до свидания дейміз, қош айтысты. Енді ортадағы 9-ші орын мен 24-ші орын алған 16 команда қосымша матч өткізеді. Яғни стыковой матч ойнайды және сол 16 командада 8-і қалады да, солар плей-оффқа жаңағы алғашқы 8 орын алған командалардың қатарына қосылып, тағы жеребе болады да, әрі қарай кәдімгі қарапайым бұрынғыдай 8-ден бір финал өтеді. Сосын әрі қарай ширек финал болады, жартылай финал болады, финал болады. Және тағы да бір ескерте кететін жайт, мына осы ендігі матчтардың бәрі 2 ойыннан тұрады, яғни дома және в гостях, үйде және түзде, қонақта. Дома в гостях ойнайды, яғни екі команда бір-бірімен 2 рет кездеседі. Жалпы енді ортада қалған командалар ол белгілі сіздерге: Аталанта, Боруссия, Реал қалды, Бавария, Милан, ПСВ, ПСЖ, Бенфика, Монако және Брест, Фейнорд, Ювентус, Селтик, Ман Сити, Спортинг және Брюгге. Брюгге командасын қалғанына қуаныштымын, өйткені Ситимен өте ғаламат ойын болды, сөз жоқ, және ұтылып қалды, бірақ сонда да Чемпиондар лигасында қалды. Енді бұл жерде жеребеге тоқталмас бұрын матчтарға тоқталайық. Жалпы нәтижелер былай болды. Астон Вилла Селтик, енді бұл жерде Селтиктің гол соғатыны түсінікті болды, өйткені шабуылы мықты команда, бірақ Астон Вилланың жеңісі сөз жоқ. 6 гол сойған ойын болды негізі. Бүкіл ойындардың обзорын көріп шықтым. Мен осы отырғанда түнгі сағат 5 болды, таңғы сағат 5. Бүкіл ойындардың обзорын көріп барып, осы видеоны түсіріп отырмын. Боруссия Дортмунд Шахтер, таңғалатын ештеңе жоқ. Барселона Аталанта, бірінші таймда гол болған жоқ, екінші таймда 4 гол соғылды, 2-2 голдан. Араухо соқты, мына Барселонада Ямал, мына негізі Аталанта мықты екен. Эдерсон дейтін шынымен жартылай қорғаушы мықты екен. Барселона кәдімгі төтеп берді. Мен негізі Барселона жеңеді деп ойлағам, өйткені класс бөлек, деңгейі бөлек, бірақ Аталанта шынымен де қазір бабында екен. Гасперини, Жан-Пьеро Гасперини шынымен де мықты команда жасақтаған екен. Көзім жетті. Бавария Слован, мен Слован гол соқпайды деп ойлағам, мықты, Слован гол соқты. Реал Брестті оңай жеңді. Родриго, бұл жерде дубль жасады, Беллингем гол соқты. Жалпы 18 матчты көріп отқан, флеш-скордың өзі қатық болды ғой. Флеш-скордың өзі істемей қалды. Мыңдаған, миллиондаған адам бір мезетте 18 ойын тамашалағанға программа көтермей қалды ғой, кәдімгідей. Тірілек қалды ғой. Кәдімгідей болып қалды енді, ашамай қалдық. Өздеріңізде көрген шығарсыздар, телефондарын, интернетті бір сөндірдіңіз, толық жоқ, өйткені кәдімгі программа қоқ қалды. Бұндай болмаған.
бұндай болмаған, өйткені чемпиондар лигасы тарихында жалпы топ 5 лигада да болмаған ғой. Ары кетсе енді 38 команда екіге бөлгенде ағылшын премьер лигасында да бір күнде жаңағыдай 8 матч 6 матч болады ғой, басқа ондай көп матч болмайды. Мына жерде 18 ойын. Сонда кәдімгі көтермей қалды. Телеграмнан прямой эфир жасаған Барселона Атлантаны, ол да қатып бітіп Телеграмның өзі шайып кетті қысқасы. Милан красный ақ ұтылып қалды, ол түсінікті. Арсенал мінез көрсетті, Жиронаға қарсы. Интер түсінікті. Ювентус қалай ұтылып қалды Бенфикадан? Мен Ювентус жеңілмейді деп ойлағам. Сондықтан да Коломуани дұрыс келген сияқты, бірақ бұл ойынға қатыса алған жоқ енді. Байер ол түсінікті. Лиль шешіндіріп тастады Фейнордты. 6-1 дегенің енді ауыр. Ман Сити Брюгге енді шынымен де Ман Ситиге жағы Мармуш, Хусановтардың көмегі керек екен. Қорғаныс бардак, қателік көп, қайта Брюгге сала алмай қалды. Шабуыл әлсіз болды Брюггенің. Екінші таймда енді Гвардиола ұтылып шықты. 0-1 ұтылып тұрған кезде Гвардиола не істегенін, не айтқанын білмеймін, бірақ мінез көрсетті енді Ман Сити деген. Сұмдық енді Ман Ситидің кәдімгі ойыны мықты болып кетті. Савионг да, Йошконг да, Бернардоның бәрі мықты ойнап кетті. Ақыры мінез, ақыры фундамент бар, Гвардиола жасаған, на классе алды 3-1. Қуаныштымын Ман Сити үшін. Хусановтың ойынын плей-оффта көреміз. Өзбекстандық жанкүйерлердің қуанышына орай Хусанов плей-офф кезеңінде ойнайды. Және Реалға қарсы ойнауы мүмкін, ол жайлы сәл кейінірек айтам қас. Немесе Баварияға қарсы. ПСВ Ливерпуль балалармен ойнады, бала-шағамен. Ол түсінікті ұтылып қалды. Сонда да бой берді, 3-2 болды. Атлетико Зальцбургты жүріп өтті. Спортинг Болонья 1-1 жарайды, ол неважный. Штурм Лейпциг вообще неважный матч. Лейпциг сорлақ болған екен шынымен. ПСЖ Штутгартты кәдімгі қалпақпен ұрып алды. Кәдімгі шашын тақырлап, полубокс жасап, әдемілеп Штутгартты үйінде қалдырды. Ал Young Boys Цервена Звезда, ол неважный матч тоже. Жалпы бұл турда бір сенсация, ондай ештеңе болған жоқ, бірақ голға толы матчтар болды. Енді жеребе қалай болады, міне. Жеребе қалай? Жеребе былай болады. Мен осы жерде жеребені түсіндірейін. Алғашқы 1-ден 8 орын алған командалар, олар бірден плей-оффқа шығады. Олар да қарсыласын күтеді. Бізде 1-де 16 деген бар, яғни қосымша матч. Солар қалай бір-бірінің қарсыласатынады. Бұл жерде бардак кәдімгі тастайсап любойын ала бермейді. Бұл жерде қазірдің өзінде бір команданың 2 қарсыласы бар. Белгілі болған 2 сол екеуінің біреуі болады. Мысалы бұл жерде былай. Турнир кестесінде 9-шы орын алған Аталанта ғой. 9-шы орын алған Аталантаның қарсыласы Спортинг немесе Брюгге. Осы екеуінің біреуі ғана болады. Аталантаның қарсыласы Спортинг не Брюгге. Мысалы, Аталантаға Спортинг түссе, Брюгге Боруссияға түседі. Өйткені Боруссия 10-шы орын алды. Қысқасы 9 бен 10-ға 23 бен 24 түседі. 11 мен 12-ге 21 мен 22 түседі. Яғни 11-12 дегеніңіз Реал мен Бавария. Реал мен Баварияға Селтик пен Ман Сити түседі. Реал мен Селтик ойнайды, Бавария мен Ман Сити ойнайды. Немесе Реал мен Бавария ойнайды. Реал мен Сити ойнайды, Селтик пен Бавария ойнайды. Немесе Реал мен Селтик, Бавария мен Ман Сити ойнайды. Міне, бұл өзгермейді, осылай қалған. Ол анау турнирді осылай форматын өзгерткенде ұйымдастырылған. Сол сияқты Милан мен ПСВ-ның қарсыласы Ювентус пен Фейнорд болады. Мысалы, Миланның қарсыласы Ювентус болуы мүмкін, ПСВ-ның қарсыласы Фейнорд болуы мүмкін. ПСЖ Монакомен ойнаса, Бенфика Брестпен ойнайды. Немесе Бенфика Монакомен ойнаса, ПСЖ Брестпен ойнайды. Міне осылай бөлінген командалар. Бұл жерде тағы бір айта кететін, бір елдің командасы бір-бірімен ойнай береді. АПЛ-дың командасы АПЛ-мен түсе береді. Сосын тағы да бір нәрсе, егер олар негізгі жалпы кезеңде ойнаса, мысалы, бүгінгі матчтар Брест пен Реал ойнады ғой енді, допустим. Олар ана жақта жеребеде түссе егер, олар ойнай береді бірге. Бір-бірімен ойнай береді. Ойнады ғой деген жоқ. Қысқасы бұл жерде бәріне рұқсат. Енді әрі қарай бұл осы жеребе бойынша өтеді. Мына картинаны қазір мына жерге қоям, түсінікті болу үшін. Міне Монако мен Брест, ПСЖ Бенфика деп тұр ғой енді. ПСЖ не Монакомен ойнайды, не Брестпен ойнайды.
Бенфикада солай не Монако не Брест жеребе осыны шешеді. Және жеребенің тағы да бір ерекшелігі 9-шы орын мен 16-шы орын алған командалар ответный матчты дома өткізеді. Өйткені ол преимущество сондай. Қарымта матчты өз алаңында өткізеді. 9 бен 16-шы орын алған командалар аралықтағы. Енді 1-8 финал қалай болады? 1-8-де 8 команда қарсыластарын күтіп тұр. Мына жақтан 8 команда келеді. Оған да жеребе болады. Және бұл жерде де қарсыластары шамамен белгілі. Мысалы, Ливерпульдің қарсыласы болады ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест. Осы төртеуінің біреуі қарсылас болады. Енді автоматически 16-тан бір финалда осы төртеуінің екеуі ұшып кетеді ғой енді. Сонда екеуі қалады. Сол екеуінің біреуі Ливерпульдің қарсыласы болады. Яғни қазір Ливерпульдің потенциальный 4 қарсыласы бар. ПСЖ, Бенфика, Монако, Брест болды. Ливерпуль Реалмен ойнайды деп қиялдап кетпеңіз. Ливерпуль Реалмен ойнамайды әзір. Бұл жерде ойнау мүмкін супер матч бұл Реал Сити немесе Бавария Сити. Осы ойынды біз қосымша стыковой матчта көреміз. Сондықтан да Ситиге өте қиын болады. Ары қарай енді біз қосымша стыковой матчтарды өткізіп алайық, 8 команданы анықтап алайық. Сосын мына жақтағы алғашқы 8-діктегі Ливерпуль, Барселоналар бар ғой, солармен жеребені сол стыковой матч біткеннен кейін сіздерге түсіндіретін боламын. Өйткені қазір миға ауыр болып кетеді. Оны түсініп, жаңағындай микрофон істеп тұр ғой, оны түсініп шатасып кетесіздер, қаш болып кетеді ми. Анау ұйымдастырушылардың өзі осыны қалай істегенін білмеймін, аны кәдімгі бүйтіп қарап отырмасаң шатасасың. Қысқасы, мен қазір сіздерге стыковой матчтікін айтам, толығырақ айтып өттім, ал 1-8-дікін сол уақыты келгенде айтам. 1-8-де тоже жеребе болады, соны біліңіздер. Және ол жерде де как попало жеребе болмайды. Ол жерде де нумерациямен қай орын алған командалар қайсыныкі алады белгілі. Мен Ливерпульді мысалға айтып өттім. Сол сияқты Барселонаның да, Атлетико, Байер, Арсенал, Интердің да қарсыластары уже потенциальный 4 қарсыластары белгілі. Оны қосымша стыковой матч өткеннен кейін айтамын. Қысқасы, стыковойдың жеребесі мен түсінікті деп ойлаймын. Міне мына суретте өздеріңіз көрдіңіз. Бұл жерде Ливерпуль, Барса дегендер қатар тұрса, Ливерпуль, Барса ойнайды деген сөз емес. Бұл жерде екеуінің біреуіне мына жақтан 2 команда келеді, солардың қарсылас атанады деген сөз. Қысқасы, жеребе осындай. Енді жеребе түсінікті бұл жерде. Жаңағыны айттым, бір елдің командасы ойнайтынын айттым, ойнай беретін осы жалпы кезеңде ойнаса да кездесе беретіндігін айттым. 9 бен 16-шы орын алған командалар плей-оффта ответный матчты өз алаңында өткізетінін айттым. Міне қысқа қарапайым ғана осындай. Енді негізі мына жаңағы Чемпиондар лигасының бәрі әдем болып келе жатқан, бірақ мына соңғы тур барлық бір уақытта болуы негізі қате. Кәдімгі адамның миы көтере алмай қалады 18 матч. Ауыр көре алмайсың адам. Бұл Чемпиондар лигасын көру үшін ғой, жанкүйерлер көру үшін істейді ғой. Мына 9 бұрынғы форматтың ең ұтымдысы сол еді. Кәдімгі топ матчтарды көріп үлгересің. Жарайды, біреуін записьте көресің. Мына жерде сен жарайды, мынаған көндік. Біз вторник күні 9 матч көрдік, среда 9 матч көрдік. Нормально жарайды. Ал мына же бір күнде 18 матч. Соңғы турда бұлай жасаудың қажеті жоқ сияқты. Футбол не үшін? Көрермен үшін. Сен бір матч көрсең, қалған 17 матчты қалай көресің? 17 матчтың обзорын бір күнде сен кәдімгі жарты күнің кетіп қалады ма көрген. Сондықтан да мынау өте ауыр болды. Осы маған ұнамады. Соңғы турда барлық бір уақытта деген керек емес екен. Керек емес, сол маған ұнаған жоқ. Қысқасы, Чемпиондар лигасының 8-ші туры аяқталып, міне жеребеге келдік. Енді 31 күні мына Лига Европа ертең бітеді. Содан кейін 31 күні жеребе болады. Стыковойда нақты қарсыластары белгілі болады. Нақты әзірге бір команданың потенциаліне 2 қарсыласы болып тұр ғой. Енді соның бір қайсы екенін білейік. Содан кейін ары қарай ойындарды талқылайтын боламыз. Ендеше бұл Чемпиондар лигасынан өзіңіз қандай әсер алдыңыз? 8-ші турда қай матч сізді таңғалдырды? Жеребеге түсінікті ма? Жеребе
жалпы оңай ма, командалардың ойыны, биылғы формат жайлы өз ойыңызды жаза кетіңіз. Егерсін сен қателесіп шайып атсың десеңіз, оны да жазыңыз. Мен өзімнің түсінгенімді түсіндірдім және мен дұрыс түсіндім. Сізге может дұрыс жеткізе алмадым ба, әлде басқа білмеймін. Мен қазақ тілінде қарапайым тілмен барлығын жеткізіп берген сияқтымын. Сондықтан да енді ол ары қарай өзіңіз түсінбеген жерде оқып көріп алады деген ойдамын. Жалпы таңғы 5 болды, сондықтан да назарларыңызға үлкен рахмет, достар. Каналға тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Футболды қазақша сөйлетіп жүрген біздерді қолдап, ютубты қазақ тілін жаулайық, бүкіл қазақша контентті қолдайық. Каналға тіркеліп, лайк басып, коммент жазсаңыздар жеткілікті, сіздің 1 минут қана уақытыңызды алады. Ендеше назарларыңызға үлкен рахмет. Келесі кездескенше Ерспорт YouTube арнасы қосылып болсын, аман сау болыңыздар.